Қаңтар оқиғасы кезінде президенттің Алматыдағы резиденциясы өртке оранған еді. Енді сол ғимарат толықтай бұзылады. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Оның орнына саябақ салынады. Ғимараттың көрінісі бұрын мынадай болған. Монумент стилінде салынған. Құрылысы 1985 жылы басталды. Бірақ бір жылдан соң желтоқсан оқиғасы болып, ғимарат салу жұмысы тоқтатылды. Кейін Кеңес одағы ыдырады, сөйтіп тәуелсіздік алған соң құрылыс қайта басталып, 1995 жылы ғана қолданысқа берілді. Тарихи мәдени ескерткіш мемлекеттің қорғауында болған. 22 қаңтарда премьер-министр Әлихан Смайылов ғимаратты қайта қалпына келтіреміз деген. Бірақ президенттің шешімі басқаша болды. Естеріңізде болса, 2001 жылы Америкада егіздер мұнарасында террорлық акт болды ғой. Сонда жергілікті әкімшілік аймаққа ескерткіш инсталляциясын орнатты. Сол сияқты Алматыдағы саябаққа келген тұрғындар да, мемлекеттік қызметкерлер де бірлік пен тұрақтылықтың мәнін ұғынса жақсы болар еді. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.